Шоколадты тоқаш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 дана жұмыртқа керек болады. Жұмыртқамызды араластырып болып, 150 грамм қант қосамыз. Және де 200 миллиграмм сүт қосамыз. 2 қасық сұйық май қосамыз. Және де кішкене тұз қосамыз. 3 қасық какао қосамыз. Қосытқыш қосамыз. 250 грамм ұн қосамыз. Осындай консистенция шығу керек. Мінекей формаларымызға қойып болдық. Енді 180 градуста 40 минутқа қоямыз. Өте дәмді тоқаштар дайын. Подписаться етіңіз.